Сәлем құрметті жан, Перизат Султан каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Луиза Хей, әйел даналығы кітабынан 8-ші тарау. Жыныстық зорлық-зомбылық және оны қорықпай айту. Сексуалды зорлық-зомбылыққа немесе абыройсыздыққа ұшырап, ешкімге ештеңе айтпаған кезіңіз болды ма? Өзіңізді ер кісінің ерсі қылықтары үшін қанша рет жазғырдыңыз? Бәлкім, мен кінәлімін, маған солай көрінген шығар. Жоқ, оның бұл қылығы ерсілікке жатпайды. Бұдан да сорақысына кез болғанын деген ой келген болар. Кейбір еркектер сөзбен қорлап, тіпті қол жүгіртіп әйелдерді ренжітіп жатады. Алайда олардың мұндай құқығы жоқ болса да, өздерінің әрекетін дұрыс көреді. Көбіміз осындай қорлыққа қарамастан үндемей қоя саламыз. Ашық айтуды үйреніп, өзіңізді қорғайтын уақыт келді. Егер мұны біз жасамасақ, мұндай сұмдықты ешқашан тоқтата алмаймыз. Қазір іске кіріспесек, бұл келеңсіздік жалғаса бермек. Жуырда үйімде өте жағымсыз оқиға орын алды. Менімен бірге 4 жыл бойы ағылшындық отбасы тұрып келген еді. Оларды үйіме және үй жануарларына күтім жасау үшін жалдаған болатынмын. Бастапқыда бәрі жақсы болатын, олар өз жұмысын жақсы атқаратын тамаша жандар еді. Алайда уақыт өткен сайын күйеуінің теріс қылықтарын байқай бастадым. Болмашы нәрсе ғой деп бастапқыда мән бермедім, бірақ бұл үлкен қателік болыпты. Күйеуі әбден жалқауланып, жұмыстың көп бөлігін әйеліне арта салды. Менің жұмыс беруші екенімді есінен шығарып, өзін үйдің егесі сияқты ұстай бастады. Онымен қоймай, менімен дәл бір досым секілді сөйлесетін. Осының бәрі жиналып келіп, орынсыз мінез құлыққа айналды. Қазір түсінгенім, жұмысшыларыммен қарым-қатынастағы шекараны дер кезінде айқындап алуым керек екен. Енді мен оған бірдеңе айтуға қорқатын болдым. Тіпті қызметшімнің көңіл күйін бұзбайын деп үндемей, аяғымның ұшымен жүруіме тура келді. Менің 70 жылдық мерейтoi кешім тамаша өтті. Алайда кейінірек белгілі болғандай, сол кеште бір келеңсіз жағдай орын алыпты. Әлгі қызметшім құрбыларыма тиісіп, оларды құшақтамақ болған көрінеді. Кейбір құрбыларымнан сұрастырып көрсем, қызметшімнің мұндай әрекеті 1 жылдан бері жалғасып келе жатыр екен. Бірақ олардың ешқайсысы маған ол туралы айтпаған. Міне осындай келеңсіз жағдайдың беті ашылғаннан кейін жан-жақтан түрлі ақпарат келіп жатты. Бұл ер адам әйел қызметкерлерімнің де кейбірінің мазасын алыпты. Тіпті бірде қалада жоқ болғанымды пайдаланып, жеке хатшымды тарпа бас салған көрінеді. Менің қорқа бастадым. Сұмдық, белгілі тұлға Луиза Хейдің құрбылары мен қызметшілері осындай қиындықтарға төзіп келгені қалай? Алайда олар неліктен маған ештеңе айтпаған? Себебі әртүрлі еді. Айтуға қорыққан, кейбірі ұялған. Өзімнің де ер адаммен қарым-қатынастағы қорлықтарға талай төзіп келгенім есіме түсіп кетті. Мен де сол жағдайдан барынша тез құтылып, бәрінің аяқталғанын қалаған едім. Алайда сол мәселелердің қайсысын жұртпен бөлістім. Көмекшімнің тек басқа қыз-келіншектерге тиіскенімен қоймай, өзінің келіншегін де ұрып соққанын білдім. Әйелінің денесінде көгерген жерлері көп екен. Ол маған көрсетпей жасырып жүрген екен. Біз кейде еркектерге ар-намысымызбен абыройымызды қорлауға, жазасыз қалуға жол беріп жатамыз. Алайда біз қорыққан сайын олар одан әрі басына бермек. Жоғарыдағы әңгімелерді естігенде жүрегім ауырды. Шамасы бұл үлкен бір мәселенің бір шеті ғана еді. Туған күн кешінде болған жандардың бәрінен де сол көмекшімнің теріс қылықтары үшін кешірім сұраймын. Тіпті менімен құпиясымен бөлісетін ең жақын құрбыларымның бірі де ештеңені ашып айтпады. Ал ол өз қадір-қасиетін жоғары бағалайтын, оқыған, тоқығаны көп, білімді жан еді. Алайда қорлау мәселесі туралы сөз қозғалған кезде ол дау шығармай үнсіз қалғанды жөн көрген. Не жағдай болса да, үйде біраз уақыт тыныштық болмаған соң, бұл мәселені шешпеске болмады. Себебі көмекшім тым шектен шықты. Сондықтан мені қолдайтын топ жасақтадым. Себебі жалғыз өзім көмекшіме қарсы тұра алмас едім. Құрбыларымның айтқандарын елемесем, бар шындықты жоққа шығарып, өзінің кінәсіздігін дәлелдеп баққан керемет қызметшімнің әртістігіне сеніп қалар едім. Алайда оған сенбейтінімді түсінген кезде, ол жексұрын әрі жиіркенішті,
шынайы келбетін көрсетті. Мен де қарап қалмай, құрбыларымның қолдауын сезіп, телефонды алдым да полиция шақырудың қиын болмайтынын ашық айттым. Сосын әйелі екеуінің үйді таңертеңгісін босатуын талап еттім. Осылай деп тұрғанымда алақаным теріліп сөйлей алмай қалдым. Дегенмен бұл ісім маған күш бергендей болды. Әрине, денелі әрі өте ашулы ер адамға қарсы тұру оңайға соққан жоқ. Әйеліне қанша жаным ашса да, соның қарсы келмегенінің кесірінен күйеуі осындай әдепсіз қылықтарға барып отырғанын түсіндім. Күйеуіне жақсы әйел болып қалу үшін оның жалғыз шешімі жолдасының барлық әдепсіз қылықтарына көз жұма қарап, оның көз салған қыз-келіншектерін кінәлау ғана еді. Мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Жолдасы әйел құмар немесе жәбірлеуші болса, әйелі басқаларды кінәлап, көптеген келеңсіздіктерге мән бермейді. Ақыр аяғында менің қызметшілерім 3,5 сағаттың ішінде заттарын жинап үйді босатты. Келесі күні құрбым қоңырау шалып, сенер-сенбесін білмей таңырқап отырғанын жеткізді. Оны болған оқиғаны асыра сілтеп айттым ба, қателесіп, кінәсіз адам жұмыстан айырдым ба деген ой мазалап отыр екен. Біз нәзік жанды әйел затымыз. Сондықтан өз пікірімізді айтуға келгенде қорқақтап жататынымыз рас. Ер адам өзінің кінәсіздігін айтса болды, әйелдің сөзі күмән тудырады. Мүмкін бізге солай көрінген болар, бекер кінәладым деген сияқты ойлар келуі де мүмкін. Қатып қалған стереотиптер қыз-келіншектерге кедергі жасайды. Бойымыздағы қорқыныш бізді бірнеше ғасырлар бойы қамауда ұстауда. Бұған жол берген өзіміз, оның себебі де бар. Бұрынғы замандарда біз көрген құқайымыз жайлы ашық айтқан болсақ, өмірімізбен қош айтысуға тура келер еді. Тіпті бір кездері Ауғанстанда ерлі-зайыптылар арасындағы опасыздық үшін таспен атқылап өлтіру жазасы болған еді. Сұмдығы сол, бұл заң ерлерге емес, тек әйелдерге қолданылды. Үйімде болған келеңсіз жағдайды одан әрі ушықтырмас үшін дер кезінде дұрыс шешім қабылдадым. Білікті психотерапевтке қоңырау шалып, кездесу белгіледім. Бұрындары психотерапевтке барғаным бар. Дегенмен дәл қазір жеке басыма қатысты болмаса да, үй шаруашылығындағы мұндай теріс қылықтарға әлде төзгіштігімнен арылғым келді. Бойымдағы барлық кемшіліктерден толық арылу үшін тоқтаусыз жұмыс жасаймын. Дәрігерім менен бала кезімдегі өгей әкемнен көрген қорлығыма ашулымын ба деп сұрады. Ашуланғаным есімде жоқ, тек қорқыныш қана қалған деп жауап қаттым. Ол қайта былай деді: жарайды, сонда сіз өгей әкеңізге ызаланып жауап қатпадыңыз ба? Өш алғыңыз келген сәттеріңіз болмады ма? Мен дәрігерімді балалық шағында ешкімнің ренжітпегенін бірден ұқтым. Сондықтан ол қорланған қыздың не сезінетінін ешқашан түсіне алмайды. Менің тәрбиемді күнделікті ұрып-соғумен қорқыту алмастырды. Кек алуға тырыссам, оның маған не істейтінін өзі қорқынышты еді. Жоқ, жек көрушілік есімде жоқ, тек қорқыныш пен үрей. Бізді өлімші етіп сабай берсе, жағдайдың өзгеретініне үмітіміз өшеді. Қанша естесек те ішіміздегі кішкентай қыздың қорқынышы бізді басқарып отырады. Біз бастауыш сыныпта, тіпті одан да ерте жаста, әлде біреу оларға теріс қылық көрсетсе, ол жайлы қорықпай айту керектігін қыздардың құлағына сіңіруіміз керек. Мына дүниенің әрбір бұрышын нәзік жандылар үшін қауіпсіз еткіміз келсе, қандай қиын жағдайда да дұрыс әрекет етуіміз қажет. Әлгі кісіні жұмыстан шығарғаным іштей өгей әкеме қарсылық көрсеткендігім еді. Балалық шағымда ешқашан мұндай іске бара алмас едім. Жұмыс орнымда керемет үйлесімділік орнаттым. Бәрінің айтатыны Hay House компаниясымен жұмыс жасаған қандай тамаша. Қызметшілерім өте бақытты. Бұрынғы кәсіп ұйымының ұйымдастырушысы сондай көңілді қойма жұмысшыларын бұрын соңғы кездестірмегенін айтты. Әйтсе де, өз үйімде қыз-келіншектерге қиянат жасауға жол бердім. Себебі жасырын белгілерге мән бермедім. Түрлі себептерге байланысты шу болғанын қаламадым. Мүмкін осы жағдайдың орын алғаны дұрыс та шығар. Себебі қазір барлық қыз-келіншектерге өз ойымды ашып айта аламын. Егер мен айтпасам, басқалардың даусын қалай естімекпін? Ерлерді құрметті тұлға ретінде, ал өзімізді құрбан ретінде көреміз. Біздің қолымыздан ештеңені өзгерту келмейді деп тәрбиелендік.
Әйелді бағаламаудың, құрметтеп қастерлемеудің небір зұлым жолдары бар. Қадір қасиетімізді жоғарылату үшін сонша уақыт күрессек те, ашық айтуды мүмкін емес, немесе қиын деп ойлаймыз. Алайда шекарамызға төнген қауіпті бірден танитындай қырағы болуымыз керек. Бала кезімізден бастап ер адамға жүктелген жауапкершілікті біз арқалауымыз керек деп өсірді. Алдымен әкеміз, кейінірек жігітіміз, бастығымыз, күйеуіміз деп кете беретін бітпейтін тізімдегілерге қамқор болып, өзімізді ұмыту керек болды. Осыны сонша жыл атқарып келгендіктен, бұл бізге қалыпты жағдай сияқты көрінеді, бірақ проблемамызды дер кезінде айтуға дағдылануымыз керек. Адамдар не дейді деп ұялу және зорлық-зомбылықтан туындаған қорқыныш үнсіз қалуымызға мәжбүрлейтіні анық. Қаншама әйел қан майдан жағдайында тіршілік етіп жатыр. Қаншама бала осындай ортада тәрбиеленуде. Қыз-келіншектер мұның бәрін қалай тоқтата алады? Біз мұның қолымыздан келетінін түсінген жағдайда ғана тоқтата аламыз. Яғни үнсіз қалудан бас тартқан кезде біз енді мұндай қорлыққа жол бермеуіміз керек. Жоқ деп айтуды үйренсек, оны кейінірек әдетке айналдыра аламыз. Қиянат көрсету мәселесінде шешеміз. Үнсіздік тек нәзік жандыларға ғана зиянын тигізіп қоймай, бүкіл бір қоғамға да кесірін тигізбек. Қыз-келіншектердің еркіндігі қозғалысының пайда болғанына да біраз жыл болды. Бірақ тіл тигізу, жыныстық зорлық-зомбылық әлі де көптеп кездеседі. Көптеген кеңселер мен жұмыс орындарында бұл жағдай қалыпты құбылыс. Қыз-келіншектер осының бәріне төзіп келді. Алайда басқалардың бізді қорлауына жол бермейтін уақыт келді. Шындықты айтайық, құпияларымызбен бөлісейік. Барлығы ашық айтылса, тәртіп өзгермек. Егер ерлер жауапкершіліктен қашып құтыла алмайтынын білсе, теріс қылықтарын тияр еді. Ер азаматтармен жасырын келісімге де келмеңіз. Бұлай жасаған жағдайда біз өзіміздің де, бүкіл әйел затының да намысын, қадір-қасиетін түсіреміз. Қазіргі таңда біз қорықпай бар мәселені ашып айтсақ, кез келген қорлау түріне тойтарыс бере аламыз. Жариялылық тек бізге емес, сонымен қатар басқаларға шындықты айтуларына жол ашады. Қадірімізді түсірмеу үшін шекарамызды дұрыс айқындап алу керек. Бұл шекаралар қандай болуы керек? Біріншіден, қандай шекараға тұрарлықпыз деген сұрақтан бастау керек. Көп жағдайда бізге төнгелі тұрған қауіп белгілерін байқамаймыз. Кейін жағымсыз жағдай орын алған кезде таңырқап, қиналып қаламыз. Зорлық-зомбылық бұл күштер қақтығысы. Бізді бақылап, басқарып отырады. Жұмысымызды жоғалтуға қорыққандықтан үнсіздік сақтаймыз. Мүше қапсыз жыныстық қатынасқа түсетін еркекке де ештеңе айтпай үнсіз сақтаймыз. Мен өзімді құрмет тұтамын, менің денсаулығыма қатер төндіргеніңді қаламаймын. Мүше қапты ки, немесе кет деп айтқымыз, тіпті айқайлағымыз келеді. Алайда айтамыз ба? Үнемі айта қоймаймыз. Оның түрлі себептері бар. Қорқыныш, ұят, намыс. Қой аузынан шөп алмас, момын қалпымыздан отыра беру өлімге бас ұрғанмен тең. Мәселені ашып айтудан ұяламыз. Ұялмай, тырысып та көргенбіз. Сол сәттегі жұрттың көзқарасы әлі есімізде. Ел бізді келеке еткенді, мұны әзілдеп ойлады. Жұрт бізді дұрыс бағаламады, бізді жоқ жерден қиындық туғызып отыр деп ойлады. Сондықтан ештеңемен бөліспеуге, ештеңе айтпауға үйрендік. Тыныштықты бұзып, дау-дамай шығарғымыз келмейді. Міне осындай жағдайлардан соң зорлық-зомбылық жалғаса бермек. Барша қыз-келіншек ер адамдардың қорлығына төзбей, оларды дер кезінде тоқтатуға тиіс. Қорлық пен жыныстық зорлық-зомбылық әйелдердің ең әлсіз тұстары. Жәбірленуші күйінен арылып, барлық қиындықты іскер адамдарша салмақты түрде шешуді үйренуіміз қажет. Кез келген еркекке айқай салып, ашуланып шығады келетін, өз-өзін ұстай алмайтын әйел сияқты болудың қажеті жоқ. Біз махаббат пен жанашырлықты күтетін нәзік жандармыз. Әйтсе де қажет кезінде темірдей мықты болуымыз шарт.
Жоқ деген жауап айтылатындай дәрежеге жету үшін өз қадір-қасиетімізді одан әрі арттыра түсуіміз керек. Теріс қылықтар білдірмей келіп, түрлі зұлым жолдармен өмірімізге араласпау үшін көзімізді ашып, түйсігімізді ояту керек. Егер адамның мінез-құлқын, сізді алаңдататын ұсақ-түйектерді мұқият бақылаңыз. Оған әдепсіз әрекеттерге жол бермейтініңізді бірден ашып айтыңыз. Қажет болса біреуден көмек сұраңыз. Қалай дегенмен, жағдайды бақылауда ұстаңыз. Ер адамдар өздерінің жазасыз қалатынын сезінген сайын одан сайын еркінсіп кетуі мүмкін. Кез келген бассыздықтың күрделі проблемаға айналып кетуіне жол бермеу керек. Қорлаудың алғашқы белгілері қандай? Кей еркектер өздерінің теріс қылықтарын мойындамайтынына дайын бол. Олар ұзақ уақыт бойы осылай қорғанып келді. Мені кім деп ойлайсың? Мен ешқашан олай жасамас едім. Мен өмірімде олай жасамағанмын деуі әбден мүмкін. Кейбірі жылдам әрекет ететіні сондай, жасаған ісін мойындамауға әбден жаттыққан. Маманы болып алған десе де болады. Осындай еркектердің кешірімін қабылдасақ, олармен біргеміз дегенді аңғартады. Бұдан кейін проблеманы шешу қиынға айналуы мүмкін. Сол себепті құпиямызды ашатын, көптен бері айтпай жүрген проблемаларды көтеретін кез келді. Аяғымыздың ұшымен жүріп, кінәлілерді ақтап қалуға, оларға қамқорлық жасауға дағдыланғанбыз. Енді өзіңізге қамқорлық жасайтын кез келді. Менің барлық сұраққа жауабым жоқ, бірақ ең болмағанда ашық айтудан қорықпаймын. Адамдардың алдында сөз сөйлеген сайын осы мәселелер төңірегінде әрдайым сөз қозғаймын. Қыз-келіншектердің сол тақырыптар жайында білімін әрі қарай жетілдіріп, қорықпай айтуларын, өздерін қорғап, қажет болса дауласуға дайын болуға шақырамын. Бәріміз бірге күш жұмылдырсақ, бұл проблеманы шешуге шамамыз жетеді деп ойлаймын. Әйелдердің өзін-өзі бағалауды, құрметтеуді үйренетін уақыты келді. Сіз өзіңізді және құқығыңызды қорғай білуіңіз керек. Дабыл бойынша жылдам әрекет етуге қалай дайын болсақ, жыныстық зорлық-зомбылық сигналдарына да солай дереу жауап беруге тиіспіз. Барлық әйел өзін-өзі бағалауды, өзін-өзі құрметтеуді дамытуы керек және өзін жақсы көруді үйренгені дұрыс. Онсыз біз ешқашан басқалардың құрметі мен сүйіспеншілігіне жете алмаймыз. Біз өзімізді қауіпсіз сезінетін күш-қуат тосқауылын, ойша қалқан орнатуды үйренуіміз керек. Оның жалғыз жолы үйде, жұмыста, қоғамдық отырыстарда, кез келген жерде өзімізді мықтымыз деп елестету. Өз-өзіңізді құрметтемейтін немесе қадірлемейтін сәттеріңізді бір зерделеп шығыңыз. Мұныңызды тоқтатуға сөз беріңіз. Ойыңыз арқылы мүмкіндіктеріңізді кеңейтуге тырысыңыз. Адамдардың сізге қандай қарым-қатынаста болғанын қалайтыныңызды елестетіңіз. Сізге күш-қуат беретін аффирмациялар айтыңыз. Бұл сізге жаңа өмір бастауға көмектеседі. Әлемді жақсарту арқылы болашақты өзгертеміз. Осылай үлгі көрсету арқылы қыздарымызды үйретеміз. Жақсы кітаптар оқыңыз. Олар сізге өмірден нені қалайтыныңызды түсінуге көмектеседі. Өзіңіздің қадір-қасиетіңізді түсіретін жағдайларда қалай әрекет ететініңізді жаттығып дайындалыңыз. Дұрыс жоспарланған әрі жақсы ойластырылған әрекет етуге дайын болсақ, үлкен мүмкіндікке ие боламыз. Бізге ұнамайтын жайттарға төзбеу керектігін түсіну және өз қадірімізді білу өте маңызды. Айналамыздағы адамдарды бізге қандай қарым-қатынаста болу керектігін үйретуіміз керек. Бізді қадірлемей жатса, жоқ деп айтуға дайын болған жөн. Ер азаматтарға, егер менің айналамда жүргілерің келсе, мені құрметтеуге міндеттісіңдер деп айтуымыз қажет. Жылы шырай таныту жақындасуға шақыру еместігін түсінгендері дұрыс. Әйел құмар еркектердің әдемі сөздеріне ақыл-есіңді жоғалтпау керек. Ақылдырақ болайық. Әйел құмарлар қыз-келіншектердің түбіне жетпей қоймайды. Олардың қадірін түсіреді. Кейбірі қаншалықты бай, көрікті жігіт болса да әйелдерді сатып кетіп жатады. Қыздар кейде мына жігіт сондай сүйкімді деп жатады. Алайда осындай мақтау айтуға, теріс мінез құлық көрсетуі оларды ақтамайды.
Біз ер адамдардың соңынан бұрылып сүйсінеміз, ал олардың кейбірі мұны түсінбей, әйелдерді қорлап жатады. Сондықтан ер адамдардың бойындағы жағымды қасиеттерін ғана құрметтеп, олардың арсыздықтары мен азғындықтарына жол бермеуіміз керек. Ерлердің әйел адамға деген өшпенділігі анасына деген қарым-қатынасынан бастау алуы мүмкін. Өз анасын жақсы көрмейтін еркекпен ешқашан қарым-қатынас жасамаңыз, тұрмысқа да шықпаңыз. Себебі, келешекте анасынан ала алмаған ашуын сізден алуы мүмкін. Егер ол психотерапевтке көрінсе, әйел адаммен қарым-қатынасы дұрыс бағытқа түсуі мүмкін. Ал егер дәрігерге көрінбесе, әйелдерді өмір бойы жек көреді. Қыздар үнсіз қалып, өздерін бәрі дұрыс деп сендірген сайын қорлауға да жол береді. Еркек үйде әйелмен, отбасында анасымен осындай қарым-қатынас жасайтын болады. Дженнифер Кобурнның «Билігіңізді кері қайтарыңыз» қызметкер әйелдің сексуалды зорлыққа жауабы, немесе Мира Киршенбаумның «Ажырасуға қимайсыз, ажыраспасқа амал жоқ, қарым-қатынасты жалғастыруға немесе тоқтатуға шешім қабылдауға көмектесетін нұсқаулықтарын міндетті түрде оқыңыз». Екі кітап та әліңізді жинап, керемет күшке ие болуыңыздың жолдарын көрсетеді. Алдында айтқанымдай, мен ер адамдардың көтерер жүгі мен өміріндегі қиындықтарына аянышпен қараймын. Бірақ бұл қорлыққа төземін және бұл мәселе жөнінде үнсіз қаламын деген сөз емес. Мен әйел затын қорғау жолында бұдан да артық істерге дайынмын. Өзімізді құрметтеуге үйрететін аффирмациялар. Мен өте қадірлі жанмын. Маған бәрі құрметпен қарайды. Менің билігім өз қолымда. Басқа аруларды қолдаймын. Өзімді қорғау үшін ештеңені жасырмай айтамын. Жеке шекарамды жұрт құрметтейді. Қажет болса, мәселемді елдің назарына ұсынамын. Мені қолдайтын адамдар бар. Толыққанды қалыптасқан тұлғамын. Мәселемді ашық айтсам, қауіпсіздікте боламын. Өзімді жоғары бағалаймын. Үлгі көрсете отырып, басқа елдерге көмектесемін. Менің күшті энергетикалық қалқаным бар. Өмірімдегі ер адамдар маған құрметпен қарайды. Күшімді кері қайтарамын. Мен өзімді жақсы көремін және құрметтеймін. Егер жазбаның соңына дейін тыңдаған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перисат Султан.